Құрметті оқушылар, қиял мен шындық бөлімінде берілген Жүніс Сахиевтің Айдағы жасырынбақ әңгімесі негізінде табиғатты қорғау тақырыбын өтеміз. Бүгінгі сабақта осы әңгімеден алынған үзінділерді қайта өңдеп, креативті жазба жұмысын жазамыз. Көркем шығармаларда кейіпкерлерді сомдауда тура және жанама мінездемелерді жіктейміз. Естеріңізде болса, Мерген мен Сартай жасырынбақ ойнап болғаннан кейін жеріміздегі атмосферамыздың, гидросфера мен биосферамыздың тазалығын ойлайықшы деп үн тастаған болатын. Ал осы үннің негізінде мынандай дәлел келтіре аламыз. Озонды ойықтың ұлғаюы нәтижесінде күн радиациясының электромагниттік ағымы, оған қоса қысқа толқынды диапазонда рентгендік және ультракүлгін сәулелер ғаламшар бетіндегі тіршілікті жойып жіберген. Ай беті жалаңаштанып, шектен тыс қызып, жасыл желек біткен қурап, бұлақ, көл, теңіз бен мұхит буланып, ғарышқа ұшып кеткен. Қиыр ғарыштан қағып келген аспан тастары ғаламшардың бетін әжімге толтыра берді. Ай беті жыпырлаған қазан шұңқырларға толды. Құрметті оқушы, өздеріңіз байқағандай, бұл ай бетіндегі қазан шұңқырлардың пайда болу себебін білдіреді. Ал енді айдағы мәселені талдаса, жер мәселесін талдайық. 2002 жылы Йоханнесбергте тұрақты даму жөнінде өткізілген бүкіл әлемдік саммитте бүгінгі күні биологиялық алуан түрлілік жылдам қарқынмен қысқарып бара жатқандығы атап айтылды. Ал осы саммитте қандай мәселелер қозғалды көрейік. Адамның әрекеті нәтижесінде теңіздердегі балық қоры 75%-ға дейін азайды, маржан рифтерінің 75%-ы жойылу қаупінде тұр. Сонымен қатар, осы табиғатпен бірге халықтың да денсаулығы нашарлап бара жатқандығы айтылды. Оның ішінде психикалық және туа біткен аурулар санының өсуіне, маскүнемдік, нашақорлық, ақ қан ауруы, қатерлі ісік, жұқпалы және вирусты аурулар таралуына әкелуде. Бұл екі мәтінде де біз ай мен жердегі мәселелерге тоқталған болатынбыз. Ендеше тапсырма. Табиғаттың болашақ тазалығы сендердің қолдарында деген Мергеннің әкесінің сөзін басшылыққа алып, бүгінде табиғатты қалай қорғап, бағалап жүрміз тақырыбында рафт әдісі бойынша жазба жұмысын жазыңыздар. Ол үшін сіз алдымен рөлді таңдайсыз. Мерген, Сартай, оқушы, мұғалім, эколог тағы басқаны таңдауыңыз керек. Екіншісі, аудитория. Жазба жұмысы арналатын аудитория, яғни сіздің жазба жұмысыңыз кімге арналады? Сынып оқушыларына ма, планетолог Еркелеске ме, Сартайға ма, Мергенге ме, әлі қала тұрғындарына арнайсыз ба? Таңдауыңыз керек. Енді жазба жұмысының формасын анықтауыңыз керек. Хат түрінде жазасыз ба, хабарлама, эссе, аннотация, тағы басқа біреуін таңдайсыз. Сонымен қатар берілген тақырыпты алуыңызға болады. Яғни берілген тақырып бүгінде табиғатты қалай қорғап бағалап жүрміз. Немесе басқа тақырыпты алуыңызға болады. Сонымен қатар біздің автор Мерген мен Сартайға оқиғалар негізінде бірнеше мінездеулерді береді. Біз соны анықтауымыз керек. Ғалымдар үйіндегі термометрдің көрсеткішін көргенде, олар қандай мінездеуге ие болды? Автор тарапынан қорықты ма, үйреніп кетті ме, әлде қуанды ма, әлде ойланды ма? Сіздердің міндеттеріңіз оқиғалар ретімен берілген сандарға сәйкес қай мінездеу келетін болса, сол әріпті қоюыңыз керек. Екінші оқиға күнделікті жердің шар тәрізденіп көрінуі. Үшінші шұңқырда Мергеннің комбинезонындағы термометр көрсеткішінің төмендеуі. Төртінші әкесінің мән жайды түсіндіруі. Бұл тапсырманың орындалуын қайта түсіндіріп өтейін. Яғни сіз бірінші оқиғаның нөмірін белгілейсіз, сосын сол нөмірге сай, оқиғаға сай қандай мінездеу сәйкес келеді. Яғни ғалымдар үйіндегі термометрдің көрсеткішін көргенде А. Қорқытты ма? Б. Үйреніп кетті ме? С. Қуанды ма? Д. Ойланды ма? Яғни осы мінездеулердің қайсы сәйкес келетін болса, бір А немесе бір В деп белгілеуіңіз керек. Екі тапсырма сізге түсінікті болды деп ойлаймын. Сәттілік тілеймін.